Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода сіздерге Акула начало фильмін қысқаша айтып беретін болам. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңізші. Бұл сіз үшін 1-ақ секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Бұл жігіттің есімі Нұрым, және Нұрым ММА жекпе-жегіндегі ең жас чемпион. Нұрым ММА-дағы кезекті ең мықты деген статусын қорғап, үйіне қайтып келе жатыр. Тіпті журналистердің өзі оны супер адам деп атайды. Жігіт үйге келгенде жарық өшіп, қап-қараңғы болып тұр, және тоңазытқыштағы қанды көріп, жаман бір нәрсенің болғанын іштей сезеді. Осы кезде Нұрым өзінің әпкесін тапты, және әпкесі Нұрымның қолында тұрып, жан тапсырды. Ал сосын үй тонаушы Нұрымды қылғындыра бастады, бірақ та Нұрым оны оп-оңай жеңіп тастады. Және тағы да екі үй тонаушы оған жабылып жатқанда чемпион өзінің анасының жерде жатқанын көреді. Қатты ашуланған жігіт 3 ұрыны да өлгенше аямай соққыға жығады. Дәл осы жағдайдан кейін ММА жауынгерін жасөспірімдер түрмесіне жауып тастады. Ал сосын жігіт кешірім жасау туралы апелляциялық шағым түсіреді. Бірақ та әзірге ешқандай нәтиже жоқ. Ал бұл жоғары сыныпта оқитын Бека деген жігіт. Ол оқымысты және жоғары оқуға түсу үшін өзінің мектебін ең жақсы деген бағаға бітіргісі келді. Осы кезде мұғалім мектепке жаңадан оқушы келгенін айтады. Оның есімі Азамат. Азамат Кореядағы бокстан чемпион екен. Оқушылар Азаматты құрметтеп қарсы алды. Сосын Азамат дереу Беканы қылғындыра бастады. Сөйтсе екеуі бастауыш сыныпта бір сыныпта оққан және үнемі Беканың ығырын шығарып тиісе берген екен. Сонда оқушы қыз Бекаға тиіспе деп араша болғысы келді. Бірақ та оңбаған Азамат ол қызды да келеке қылып бетінен ұра берді. Оқымысты Бека Азаға қойсаңшы дейді. Бірақ та Азаға бәрібір ол ашуланып Беканы сыныптың ішінде әбден қорлайды. Черт! Сонда Бека бар күшін жинап, қаламсапты Азаматтың көзіне тығып алады. Осындай ауыртпалықтың әсерінен Азамат қатты шыңғырып жіберді. Ал Беканы осы тірлігі үшін түрмеге жапты. Осылайша Бека мен Нұрымды бір автобуспен түрмеге алып келді. Ал түрмеде Жалғасқан деген жігіт нәзік болған Бека деген баланың осындай қатаң түрмеге қалай түскеніне қатты таңғалды. Осыдан кейін жігіттер дос болып кетті, және ешқандай да төбелеске араласқысы келмейтін балдардың қасына барып қосылады. Осында ешкімге зияны жоқ жігіттердің бірі Нұрғиса деген бала Бекаға осы түрмедегі 3 ең қауіпті деген қылмыскерді айтады. Біріншісі томпақ жігіт Айжахон, екіншісі тентек жігіт Мұратбек, ал үшіншісі фильмнің басында көрсетілген чемпион жігіт Нұрым. Түрмеде футбол ойнап жатқан зекамандарға 2 ойыншы жетіспейді. Соның орнына Бека мен Жалғасқанды шақырды. Бірақ та Бека футбол ойнай алмайды. Сол себепті шетте тұра берді. Осы кезде команда капитаны Бекаға келіп, қақшиып тұра берме, дұрыстап ойна дейді. Сонда Бека дұрыстап ойнайын деп допты тебеді. Бірақ та Беканың аяғы қарапайым допқа емес, Айжақонның 2 добына тиіп кетеді. Сонда Айжахон ашуланып, жігіттерге Беканы адам көрмейтін жерге алып келіңдер дейді. Байғұсты аямай ұрып тебу үшін. Сонда Бека кетіп бара жатқан Нұрымды көріп қалады, және оның аяғына жармасып, маған көмектесші дейді. Алғашында Нұрым бұл нәрсеге аса мән бермеді, бірақ та Бекаға шынымен қауіп төніп тұрғанын сезіп, оған менімен еріп жүр дейді. Бұл көрініс Айжақонға мүлде ұнамады. Сол себепті ол Нұрымға айқайлап тоқтатқысы келді. Осыдан кейін Жалғасқан Бекаға сен басыңа бәле тілеп алдың, енді ол сенен кек алмай қоймайды дейді. Түрмеге Бекамен көрісуге бір адам келген екен. Сонда Бека бір көзді Азаматты көргенде қатты қорқып кетті. Сонда Азамат Бекаға менің бір көзім травма алғандықтан енді қайтып бокске қатыса алмаймын дейді. Ал Бека болса жылап Азаматтан кешірім сұрайды. Сонда боксер жігіт Азамат Бекаға мен сенің түрмеден шыққаныңды күтіп, өміріңді тасталқан етемін дейді. Түрме сыныбында Айжахон Бекаға келіп, оның мазасын алып, мен сені қайтсем де сазайыңды беремін дейді. Ал сосын Бека терезеден Нұрымның күнделікті жаттығу жасап жүргенін көреді, және қасына барып, мені құтқарғаны үшін рахмет дейді. Ал сосын оқымысты Бека Нұрымға адамдардан қорлық көріп, олардың мені мазақ еткенінен шаршадым, мені дайындалдыршы, ең болмаса қорғану үшін 1-2 прием үйретші дейді. Сонда Нұрым келіседі, бірақ та бір шарты бар. 40 минуттың ішінде түрме алаңында 100 круг жүгіретін болсаң, мен сені дайындалдырамын дейді. Осылайша оқымысты жігіт чемпионның ізінен қалмай жүгіре берді. Оқымысты Бека
мектепте қаншама баладан таяқ жегенін есіне алады және осы сәттер оның дайындалуға құлшынысын одан сайын арттырды. Беканың мектепте жолы болмаған соншалық ол тіпті өзіне қол жұмсамақшы болған екен. Жүгіріп жүріп Бека шаршағаннан жерге құлайды. Бірақ та ол бұрынғы өміріне қайтып барғысы келмейді. Сол себепті ол қайтадан тұрады. Ал сосын есін жоғалтып жерге құлайды. Түрме басшысы Нұрымды өзіне шақыртты. Түрме басшысы әлем чемпионының өзінің түрмесінде болған үшін мақтан тұтады. Түрме басшысы Нұрымға риза, себебі Нұрым келгелі түрменің ішінде ерегістер мен төбелестер өте азайып кеткен. Чемпион түрме басшысынан Беканы өзінің үлкен камерасына алдыртуды өтінеді. Сол арқылы өздерінің көп уақытын жаттығуға арнағысы келді. Ал осыдан кейін Нұрым қатты таңғалды. Бека мүлдем отжимание жасай алмайды екен. Онымен қоса турникке де бір ретте болсын тартыла алмады. Ты как с таким телом жил? Енді оқымысты жігіт күнделікті отжимание жасауды, турникке тартылуды және соққы жасауды да үйреніп жатыр. Онымен қоса Бека салмақ қосу үшін әдеттегіден 2 есе артық тамақ жейтін болды. Нұрым болса күнделікті жаттығуды одан сайын қиындата берді. Ал басқа тұтқындар Беканың күнделікті жаттығуына шеттен қарап жүр. Және бірнеше аптаның ішінде Беканың мықты болып жақсы жағына өзгергеніне қатты таңғалды. Ал енді Бека тіпті кітап оқып жатса да жаттығуды тастамайды. Бірақ та досы жалғасқан оған жаман хабар жеткізді. Нұрымның жасы жақында 18-ге толады. Сол себепті оны жасы үлкендер түрмесіне ауыстырады. Жабырқап қалған Бека өзінің ойын жинақтай алмай жүр. Және чемпионнан сұрайды, сені қашан басқа түрмеге ауыстырады деп. Сонда Нұрым, сен менің үнемі артымда тығылып жүрмейсің ғой деп жауап береді. Осыдан кейін Бека жалғасқанды Айжақонның адамдары келіп ұрғысы келгенін көреді. Сосын дереу Бека жүгіріп барып, біреусін ұрып, досын өзімен бірге алып кетеді. Ал келесі күні Айжақон Беканы өзіне шақыртқанда, Бека қорықпастан оның алдына барады. Айжақон Беканы ұрғысы келді, бірақ та Беканың реакциясы мықты екен. Ол өзін ұрады. Беканың керемет техникасына қарамастан, Айжақонның салмағы ауыр. Сол себепті ол Беканы көтеріп алып, бірнеше рет соққы жасайды. Бірақ та Бека беріле қоймады. Ол Айжақонмен жақсы төбелесті. Бірақ томпақ Айжақон да мықты. Ол Беканы аямай ұрады. Ал сосын Бека тас болып жерге құлайды. Бір қарағанда барлығы біткен сияқты. Бірақ та Бека барлық жігерін жинап, тәлтіректеп орнынан тұрады. Ол бірнеше рет Айжақонды баспен ұрады. Сөйтіп Айжақонды жерге құлатып, тоқтамастан ұра береді. Осы кезде Нұрым келіп Беканы тоқтатады. Дәл осы кезде қалада екі бұзақы келіп боксер Азаматқа жолдан бұлай тұр дейді. Бұл әңгіме боксерға ұнамады. Сол себепті ол машиналарының айнасын сындырды. Бұзақылар Азаматқа жүгіре бастады, бірақ та Азамат екеуін де шашып тастады. Бұзақылардың басшысы бұл нәрсені көріп, боксер Азаматқа біздің бандыға кел дейді. Алғашында боксер менсінбей күліп жіберді, бірақ та бұзақылардың басшысы бір шапалақ бергенде боксер жерге құлады. Сөйтіп келіседі. Осылайша боксер Азамат бұзақылардың қатарына қосылды және көптеген адамдарды жолда ұрып жүрді. Беканың жаттығуының келесі бөлімі чемпион Нұрыммен бірге спаррингке шығу керек. Алғашында мастерді жеңу мүмкін емес көрінді, бірақ та Бека уақыт өте келе Нұрыммен де оның дәрежесінде төбелесе алатындай жағдайға жетті. Ал енді Нұрым өзінің шәкірті үшін қуануда. Сосын Бекаға кеңес береді. Әрдайым дайын жүр, себебі жау сенің ең әлсіз жеріңді іздейтін болады дейді. Ал осыдан кейін Нұрымды үлкендердің түрмесіне ауыстыратын болды. Ал қоштасу сәтінде Бекаға Нұрым әрдайым алға жылжы, егер тоқтап қалатын болсаң, өлесің дейді. Бірнеше күн өткен соң Мұратбек келіп Бекаға төбелесейік дейді. Бека келіседі, бірақ та бір шарты бар. Егер мен жеңетін болсам, сендер басқа тұтқындарды келеке қылып, оларға тиісуді қоясыңдар дейді. Осыдан кейін Беканы әуел баста бірге тұрған жігіттердің камерасына ауыстырды. Ал осы кезде бұл камераны басқарып отырған Ераман деген жігіт. Және Бекаға осы жерде кім басқаратын анықтау үшін екеуміз төбелесейік дейді. Бірақ та Бекаға бұл нәрсе қызық емес. Тентек жігіт Мұратбекпен төбелесетін уақыт келді, бірақ та Бека көрінбейді. Сөйтсе оған боксер Азамат келген екен. Азамат Беканы тағы да қорқыта бастады. Мен сенің түрмеден шығатын уақытыңды күтіп жүрмін, сенмен есептесу үшін дейді. Бірақ та Бека осы жолы қорықпайды. Боксер Азаматтың көзіне тік қарап тұр. Азаматпен әңгімеден кейін ол төбелесуге келді. Мұратбек дереу Бекаға шабуылдай бастады. Оның ең мықты әдісі аяқпен тебу еді. Екеуі де беріспей теңдей төбелесті. Бір-біріне соққы үстіне соққы жұмсала берді. Осы кезде Мұратбек болевой әдіс жасады. Ал Бека болса орнынан шаққа деп тұрды.
Тұтқындар Беканың жеңілгеніне сенімді, бірақ та Бека енді қайтып берілу деген нәрсені білмейді және соңғы күшін жинап орнынан тұрды. Бір-біріне алма-кезек соққы жұмсағаннан кейін Бека Мұратбекті қылғындыру әдісіне салды және Мұратбек беріліп, уәдесінде тұрып, енді қайтып тұтқындарға тиіспейтін болды. Ал осыдан кейін күзетшілер келді. Беканы 2 аптаға бөлек бір карцерге жауып тастады. Беканы карцерден шығарғаннан кейін түрменің атамандары жиналып, енді қайтып сыйластықта болайық және бір-бірімізбен төбелеспейік дейді. Осыдан кейін бұрынғы жаулар жақсы досқа айналды және бірнеше уақыт осы жерде бірге өмір сүрді. Осыдан кейін ақыры Беканың да бостандыққа шығатын уақыты келді. Түрмеден шықпас бұрын Бека Нұрым екеуінің осы жерде жаттығу жасаған кездерін есіне алады. Түрмеден енді шыға бергенде оны боксер Азамат күтіп алады. Екеуі бір-біріне әңгіме айтпастан ашық жерге барып төбелесе кетті. Барлығымыз күткендей боксер өзінің жұдырығымен көптеген соққылар жасайды және соққыларының бірнешеуі Беканың бетіне дәл тиді. Бека жерге қайта-қайта құлайды, бірақ та ол орнынан тұра береді. Бет-аузы қан болса да, Бека орнынан тұрып, чемпион Нұрымның үйреткен жаттығуларын есіне алып, боксер Азаматқа керемет бір соққы жасайды. Қатты әлсіреген екеуі қорғанбастан бір-біріне кезек-кезек соққы жасай берді. Осылайша кезекті соққының бірінде боксер Азамат бетін жауып жерге құлады. Жігіт қарсыласын әрмен қарай соққыға жықпады. Ол жай ғана киімін алып үйіне қайта берді. Ал бірнеше аптадан соң Бека өзінің жаттықтырушысы Нұрымға келді. Нұрым болса Беканы көріп қатты қуанды. Ал сосын екеуі жарасымды әңгімелерін айта береді. Достар, фильм сіздерге ұнады ма? Фильмде қолданылған қазақша есімдер менің достарымның аттары еді. Сіздер шатасып кетпесін деп персонаждардың есімдерін қазақша айттым. Фильмдегі кейіпкерлердің шын есімдері Чон Де Хён, Ча Усоль, Ан Хэ Мин, Олух, Ли Ван Чжун, Хан Сон Йон, Сок Чан. Өңкей осындай есімдер. Осыны айтсам, сіздер точно шатасатын едіңіздер. Ал келесі фильмдерге қандай есімдер қолданайын, комментарийге жаза кет. Егер фильм ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпа. Ал келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.